Қазақстан Жапонияны жеңді. Астана қаласында волейболды отырып ойнаудан қос елдің құрамалары арасында жолдастық кездесу өтті. Айта кету керек, бұл спорт түрі Паралимпиада бағдарламасында бар. Және қазақстандық команда былтыр алғаш рет Париждегі байрақты бәсекеге қатысып, 5-ші орынға тұрақтаған болатын. Бұл отандық спорт үшін тарихи нәтиже. Міне содан бері аталмыш бағытты жүйелі дамытуға және кеңінен насихаттауға ерекше көңіл бөлініп келеді. Осы мақсатта жолдастық кездесу елордадағы ірі сауда орталықтарының бірінде ұйымдастырылды. Тартысты өткен матч 3-0 есебімен аяқталды. Енді біздің жігіттер Жапонияға барып, осындай форматтағы ойын өткізеді. Бұның барлығы тәжірибе жинап, шеберлік шыңдауға жақсы мүмкіндік дейді мамандар. Осының алдында осы Бразилия мемлекетімен ойнаған болатын спортшыларымыз жеңіске жетті. Енді міне бүгін осы Астана қаласында Жапония құрамасымен жолдастық кездесу өткізіп отыр. Бұның жалғасы ары қарай келесі кездесу осы Жапония елінде өткізілетін болады. Мемлекет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілуде, жаңағы жалпы инфрақұрылымдар бойынша, спорттық құрал жабдықтары бойынша және олардың оқу-жаттығу жиындары мен жарыстарға шығуына ешқандай кедергісіз барлық жағдайлар жасалуда.